Мектеп бітіруші түлектер, сіздерге ертеңгі емтиханға сәттілік тілеймін. Бұл нұсқаны алдыңғы нұсқа талдауларда келесі нұсқа мынау жаратылыстану математикалық бағытқа шығарыңызшы деп айтқан оқушыларға арнаймыз. Енді алдыңғы бір комменттерге жауап берген едім. Кешке шығарамын деп, сол уәдемді орындайын деп жасап отырмын. Енді барынша үлгеріп шығаруға тырысамыз. Үлгермей жатсақ, қалған есептерді көріп алыңыздар. Енді нақты көп оқушылар сұрайды, нақты осы нұсқа келемеді, бұл нұсқа келмейді. Бұл былтырғы келген нұсқалар. Бұны не үшін көрсетеміз? Сіздер қандай есептер келеді, несі форматы қандай болады, соны көрсету мақсатында талдап көрсетіп жатырмыз. Ол нұсқаны ешкім білмейді, ол мемлекеттік маңызы бар құжат болғандықтан ертең емтихан тапсыру барысында сіздерге 1 сағат бұрын ғана бізге конверттен ашылып почтамен келеді, сосын барып біз көре аламыз. Оны ешкім білмейді, қандай есептер келетінін біз де білмейміз. Сондықтан сіздерге сәттілік тілеймін. Ертеңгі емтиханда 60 балдан 51 балдан жоғары, яғни үздік деген нәтижені алып шығуларыңызға тілектеспін. Бір көріп шығыңыздар, қандай есептер келеді, қандай тақырыптардан болады. Сол үшін осы нұсқаны сіздерге көрсетуге тырысып жатырмын. Мынау бірінші есепке қараймыз. А бөлімдегі теңдеуді шешіңіз дейді. Жеке-жеке нөлге теңестіресіздер, көбейту түрінде тұрғандықтан x минус 2-міз нөлге тең болады, x минус 4-міз тең болады нөлге. Сонда бір түбірі 2-ге тең болады екен. Енді бір түбірі сіздерде түбірден шығаратын болсаңыздар 2 жағын, сонда бір түбірі 4-ге тең болады. Енді мына есепте мүмкін мәндер жиыны, яғни анықталу облысын табуды ұмытпаңыздар. X минус 4-міз қандай болу керек? Түбірден теріс сан шықпайды, яғни 4-тен үлкен түбірлерді қабылдайды екен. Сонда мынау шешімі сіздерде бола алмайды. Бізде жауабы x тең 4 деген жауабы дұрыс болады екен. Бірінші сұрақта В жауабы дұрыс екен. Екінші сұраққа қараймыз. Мынау өрнегін ықшамдаңыз дейді. Енді бұны қасиетін пайдаланасыздар. А-ның m дәрежесі дейтін болса, 7-ші сыныпта сіздерде қасиет қандай еді? n-нан m немесе m бөлінген n түрінде жаза алатынсыздар. Сонда мынау x-тің 6 бөлінген 3 қосылған, мынау квадраты болғанда түбірімен жойылады, бірақ модуль x түрінде шығады сіздерде жұп дәреже болғандықтан. Бізде шарт беріліп тұр. Есептің шартында не дейді? X 0-ден кіші болу керек дейді. Онда мынау модульден шығатын сан теріс сан болады деген сөз. 6-ны 3-ке бөлетін болсаңыздар, 2 модуль x-тен мынау кіші болғандықтан минус x. Бізде жауабы В жауабы дұрыс болады екен. Үшінші сұрақ. Арық деп отқандарыңыз бұрыш. Арық тангенс 0 градуста бізде 0-ге тең болады. Синус, мынау синус тақ болғандықтан минус алдына шығып кетеді. Плюс арық синус 2-ден 1, яғни 30 градуста 2-ден 1-ге тең болады синус. Косинус түбірасында 3 бөлінген 2-де 30 градус мәні. Мұны екеуі қысқарып жойылып кетеді. Сіздермен жауабы, С жауабы дұрыс болады екен. Төртінші есеп. Ұсынылған нұсқалардан кездейсоқ оқиғаны табыңыз дейді. 0-мен басталатын 5-тан басқан дейді. Ол сіздерде жауап бола алмайды. Салмағы 3 килограмм пілдің тууылуы бола алмайды бізде. Антарктида температура мүмкін емес. Таяқ Алматыда бұл кездейсоқ оқиға болуы мүмкін. Ал бұл сіздерде төртінші есеп. Жасы 4-тен асқан 1-ші сынып оқушысы дейді. Ол бізде ақиқат. Сондықтан жауабы Д нұсқасы. Екі мүшенің жіктелуі берілген, К-ның мәнін табыңыз дейді. Бұны шығарудың бірнеше тәсілі бар. Паскаль үшбұрышымен шығарсаңыздар болады, немесе формула. Бізде формула қандай еді? А минус Б-ның n дәрежесі дейтін болсақ, теру Ньютон биномы. n-нан 0-ді тересіздер, А-ның n дәрежесі, Б-ның 0 дәрежесі, ол 1-ге тең, жазбай қояйық. Минус n-нан 1-ді тереміз, А-ның n минус 1 дәрежесі, Б-ның 1 дәрежесі. Плюс теру n-нан 2, А n минус 2, Б-ның 2 дәрежесі. Дәл ары жалғасып кете береді сіздерде. Бізге керегі нешінші мүшесі? Мынау үшінші мүшесі керек. Үшінші мүшесі керек болғандықтан біз мынаны ғана қарастырсақ жеткілікті. Мен мына жерге жазып қоямын, мынаны ғана қарастырсақ жеткілікті. Яғни бізде n деп отқанымыз 5-ке тең, 5-тен 2-ні тереміз. А деп отқандарың сіздерде 2-ге тең, 2-нің n минус 2, яғни 5 минус 2, 2-нің 3 дәрежесі көбейтілген Б-ның квадраты, Б деп отқандарыңыз X-тің квадраты. Тең болады. Терудің формуласын 5 факториал, 5-тен
2-ні азайтасыздар. 3 факториал, 2 факториалын алдына жазып қоятынбыз. 2-нің 3 дәрежесі сіздерде 8-ге тең болады, көбейтілген x-тің квадраты. 5 факториал деп отқандарыңыз 3 факториал көбейтілген 4 көбейтілген 5 деген сөз. 2 факториал деп отқанымыз 1 мен 2-нің көбейтіндісі 3 факториалдың өзін жазып қояйын. 3 факториал мен 3 факториал қысқарып кетеді. 8-ді жазып қояйын. X-тің квадраты. Мынау екеуі қысқарды. 1, 2. 2 мен 5-ті көбейтеміз. 10, 10-ды 8-ге көбейтсеңіздер 80x квадрат. Сонда k-ның мәні бізде 80-ге тең болады екен. Бұл сіздерде С нұсқасы дұрыс болады деген сөз. Берілген графиктердің ішінен жұп функцияны анықтаңыз дейді. Жұп функция деген сөз мынау o, y өсі бойынша симметриялы. Яғни кез келген нүктеден алып бүктейтін болсаңыздар, бір-бірімен беттесу керек. Кез келген нүктеден алып бір-бірімен беттесті, онда біріншісі дұрыс жауап бола алады. Екіншісі сіздерде o, y өсі бойынша симметриялы емес, жауап бола алмайды. Мынауда дәл сол сияқты жауап бола алмайды. Екінші сіздерде тақ функция болады, еске сақтап аламыз. Тақ функция дегеніміз мынау 0-ден 0 нүктесінен, яғни координата басынан бүктеген кезде бір-біріне симметриялы болса, ол тақ функция бола алады екен. Мынауда сіздерде жауап бола алмайды. Онда бізде жауабы С нұсқасы дұрыс болады екен. 7-ші есепке қараймыз. Мынау функцияның графигі берілген. Мынау сіздерде кәдімгі парабола, астыға 4 бірлік, оңға қарай 2 бірлік жазған. Соны енді 10-шы сыныптың функцияның графигін түрлендіру деген тақырыпты пайдаланасыздар. Оңға қарай 2 бірлік жылжытамыз. Алдымен графиктің функцияның теңдеуін жазып алыңыздар. Сосын оңға қарай 2, 2 есе сығылған 3 бірлік жоғары қарай жылжытатын болсаңыздар, мына жерден дұрыс жауабы болу керек. Оны комментарийға жазып кетіңіздер. Дұрыс жауабын тауып. 8-ші есепке қараймыз. Мына функция берілген. Осы функциясы үшін осы 0-де 3 нүктесі арқылы өтетін алғашқы функцияны табыңыз дейді. Енді алғашқы функция деп отқандарыңыз ол бірінші мынау функцияның алғашқы функциясын табайық. 2-ні алдына жазып қоямыз. Мынау күрделі болғандықтан 2x-тің туындысы алдына шығып кетеді. Керісі де 2-ден 1. gx-тің туындысы алғашқы функциясы өзіне тең болатын еді. Қосылған 6 1 дәреже қосамыз, 2 дәрежеміз 3 болып кетеді, соған бөлетіміз. Плюс c. Енді сіздерге айтады, мынау x-тің мәні 0-ге тең болған кезде, онда f от x-тің мәні нешеге тең болады дейді? 3-ге тең болады дейді. Орындарына қоюымыз керек. 12 бір-бірімен қысқарып кетті. Мынау f от x-тің мәні бізде нешеге тең? 3-ге тең болады. 2 көбейтілген мынау x-тің мәні 0 деп отқандарыңыз. 0-ге көбейтеміз. Қосылған 6 мен 3 қысқарып кетеді, сіздерде 2x-тің кубы, яғни 0-дің кубы қосылған c. Онда мынау бізде кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең болады. Қосылған мынау 0 қосылған c. Сонда c-ның мәні бізде 2-ге тең. c-ның мәні 2-ге тең болады. Соны алғашқы функцияның орнына әкеліп қоямыз. Сонда бізде 2x плюс 2x-тің кубы плюс 2 деген жауап бізде дұрыс болады. Ол бізде е жауабы болады деген сөз. Келесі есеп, мынау функцияның кері функциясын табыңыз. Енді кері функцияны табудың ең оңай тәсілі. Алдымен x пен y-тің орнын алмастырып жазып алыңыздар. 2y минус 3, x-тің орнына y-ті алып кеп қоямыз. Сосын пропорция бойынша. Мынау астындағы 1-мен көбейтіліп 2y минус 3-ге тең болады. Мына екеуін пропорция көбейтетін болсаңыздар. x пен 2-ні көбейтеміз, 2x. Енді y барларды бір жаққа жинап алады. 2y азайтылған xy, 2x қосылған 3. y-ті жақшаның сыртына шығаратын болсаңыздар, 2 минус x, 2x плюс 3. Осыдан y-ті табатын болсаңыздар, мынаған бөліп тастаймыз. 2 минус x-қа. Енді мынандай жауабы жоқ байқасаңыздар, онда мынау бөлімдегі тұрған минусты жақшаның сыртына шығарып жүрген. Сонда сіздерде қандай болады? Минусты жақшаның сыртына шығаратын болсақ, x пен 2-нің орнын алмасты, мынаның өзін жазып қоямыз. Минусын алдына шығарып жүрді. Бұл сіздерде С жауабы дұрыс болады екен.
Мынау функцияның x0 нүктесіндегі мәнін табыңыз дейді. Енді біз туынды табу ережелерін еске түсіреміз. Мынау бізде u болып тұр, мынау v болып тұр. U көбейтілген v түрінде берілген функцияның туындысын табу үшін бірінші u-дан туынды алып, оны v-ға көбейтетінбіз, қосамыз, v-дан туынды алып, оны u-ға көбейтіп жіберетін едік. Енді осы y деген функциядан туынды алатын болсаңыз, u-дан туынды алатын болсақ, x квадраттан туынды алсақ 2x, 3x-дан туынды алатын болсаңыздар плюс 3. Осыны көбейтем мен v-ға, яғни синус 2x-қа. Плюс v-дан туынды алам, v деп отқаным синус 2x күрделі функция, алдымен 2x-дан туынды аласыздар 2, синус 2x-дан туынды алатын болсаңыздар косинус 2x, оны u-ға көбейтем, яғни x квадрат плюс 3-ке. 3x-қа да. Енді мына функцияның орнын алып келіп, мына мәнді қоюым керек, x0 нүктесін. Сонда сіздерде y штрих жазып қоян, x0 нүктесі пи бөлінген 4-дің мәнін әкеп қоюым керек. 2 көбейтілген пи бөлінген 4 қосылған 3 синус 2 көбейтілген x, яғни пи бөлінген 4x-дің орнына пи бөлінген 4-ті әкеп қойып жатырмын. Косинус 2 көбейтілген x, яғни пи бөлінген 4. Пи бөлінген 4-дің квадраты қосылған 3 көбейтілген пи бөлінген 4. Тең болады, тең болады. 12 қысқарады, 2 пи бөлінген 2 қосылған 3. 12 қысқарады да пи бөлінген 2 қалады. Синус 90 градустағы мәні 1-ге тең. Қосылған косинус 12 қысқарады. Косинус пи бөлінген 2-дегі мәні, яғни косинус 90 градустағы мәні 0-ге тең болады. Сонда мынау барлығы сіздерде 0-ге тең болады. Сонда қалатын жауабы мынау болды. Ол бізде А жауабында тұр. 11-ші сұраққа қараймыз. 11-ші сұрақта есептеңіз дейді. Енді қарапайым түрлендірулер қолданасыздар. 100 деп отқандарыңыз 10-ның квадраты 4 негіздегі түбір астында. Көбейтілген мынаның өзін жазып қоямын мен. Бөлімінде сіздерде 125, біз 5-дің кубы екенін білеміз. Соның 6-дан 1 дәрежесі дейді. Бағанағы есептегі қасиетті пайдаланасыздар. Нешінші есеп болды? Екінші есеп болды ма? Түбірдің астында. Сол қасиет үшінші есеп шатаспасам. 10 4 бөлінген 2, яғни керісінше де 2 бөлінген 4 болды. 2 бөлінген 4 көбейтілген түбір астында 2-ның 5 дәрежесінің өзін жазып қояйын. Мына екеуі жақшаның сыртында тұратын болса, жетіншісін көбейтіліп кететін еді. Мына екеуі бір-бірімен қысқарып, 5-дің 2-ден 1 дәрежесі қалады. 5-дің 2-ден 1 дәрежесі қалады. Мынау екеуі де қысқарады да 10-ның 2-ден 1 дәрежесі, ол түбір астында 10 деген сөз. Түбір астында 2-ның 5 дәрежесі. Түбір астында 5, 2-ден 1 дәрежеде отқандарыңыз түбірдің астына алып жібересіздер. Мен түбір астында 10-ды түбір астында 5 көбейтілген түбір астында 2. Бір түбірдің астында жазалам. Түбірдің қасиеті бойынша екеуі негіздер бірдей болғандықтан ажыратып бөлек-бөлек түрінде жазалам. Мына түбір астында 5 пен түбір астында 5 қысқарып кетеді. Негіздер бірдей болғандықтан дәрежелер қосылады. Сонда түбір астында 2-ның 6 дәрежесі болады. Дәреженің қасиеті бойынша, түбірдің қасиеті бойынша. Мынау түбірдің астына енгізіп жазып алсаңыздар болады. Тағы да бағана қасиет 2-ның 6 бөлінген 2 дәрежесі. Ол деп отқандарыңыз 2-ның 3 дәрежесі. 2-ні 3 рет көбейтетін болсаңыздар бізде 8-ге тең болады екен. Есептеңіз дейді. Енді мынау шексіздікті орын алып келіп қоятын болсаңыздар, шексіздік бөлінген шексіздік шығады. Ол анықталмағандық. Анықталмағандықты ашу үшін мынаның барлығын ең үлкен дәрежесіне көбейтіп жібереміз. Шек x шексіздікке ұмтылғанда x квадрат мен x квадратқа бөлем, минус 3x-ті x квадратқа бөліп жіберем, 4 бөлінген x квадрат. Бөлімінде дәл сол сияқты барлығын x квадратқа бөліп жатырмын. Енді бізде шектің қасиеті бар еді. Мынау 1-ге тең болады, мына x квадрат пен x квадрат қысқарып 1-ге тең болады. Мыналарда дәл сол сияқты 3 бөлінген x, 1 бөлінген x қалады.
Енді шектің қасиеті бойынша сан бөлінген шексіздік нөлге тең болады. 4 бөлінген шексіздіктің квадраты ол шексіздік. 4 бөлінген шексіздік нөлге тең болады. 1 бөлінген x дейді. Яғни 1 бөлінген шексіздік нөлге тең, 2 бөлінген шексіздік нөлге тең. Мынаның барлығы нөлге тең болды. Бізде қалды 1 бөлінген 1 қалды. Онда 1-ді 1-ге бөлсеңіздер, жауабы бізде 1-ге тең болады екен. 12-ші сұрақ сіздерде А жауабы дұрыс болады деген сөз. 13-ші сұраққа қарайық. Логарифмнің қасиеттерін пайдалануымыз керек. Ондық логарифм түбірлерінің көбейтіндісін табыңыз дейді. Ондық логарифм x қосылған 0,9 бірді мен келесі түрде жазамын да. Ондық логарифм 10. 10-ның 1 дәрежесі сіздерде 10-ға тең болады. Тең болады. Мынаны логарифмнің қасиеті бойынша дәрежесі түрінде жазаламын. 2x плюс 3. Негізі анықталу облысын тауып отыруды ұмытпаңыздар мына жерде. Қазір енді орын жоқ болғандықтан мен қазір ойша көремін. Мынау x-іміз x плюс 0,9 нөлден үлкен болу керек. Мына жерге жаза салайын. Нөлден үлкен болу керек. Мынау квадраты болғандықтан ол бәрібір де оңсан болады. Оны қарастырмай қойсаңыздар болады. Сонда x-іміз минус 0,9-дан үлкен. Мынау анықталу облысы мүмкін мәндер жиыны деп алдымен анықталу облысын тауып алыңыздар. Сіздерде x-іміз 0,9-дан минус үлкен болса, болды, есептің жауабы ретінде қабылданады деген сөз. Енді логарифмнің қасиеттері оны қосынды түрінде болатын болса, бір-біріне көбейтіп жіберетінбіз. Яғни x плюс 0,9-ды 10-ға көбейтіп жібересіздер. Бірдей логарифмнің негіздеріне келтіріп алдық. Енді мұны екеуін бір-бірімен былайынан жойып жіберсеңіздер болады. Жақшаларды ашамыз. Сонда 10x қосылған 9. Мен мынаны қысқаша көбейту формуласымен ашайын да. 4x квадрат плюс 6x 2-ге көбейтетін болсаңыздар 12x плюс 9. Бір жаққа жинап аламын. Сонда 4x квадрат плюс 12x минус 10x ол плюс 2x болады. 9 бен 9 бір-бірімен жойылып кетті. Енді ұқсас мүшені жақшаның сыртына шығарып жіберемін. Сонда сіздерде 2x плюс 1 қалады. Тең болады 0-ге. 2x тең болады 0-ге, x-іміз тең болады 0-ге. 2x плюс 1 тең болады 0-ге. Сонда x-іміз минус 2-ден 1-ге тең болады екен. Енді бізге айтып тұр, түбірлерінің көбейтіндісін табыңыздар дейді. 0 мен минус 2-ден 1 екеуі де мына аралыққа кіріп тұр, екеуі де жауабы оралады. Екеуін көбейтетін болсаңыздар, бәрібір бізде жауабы 0-ге тең болады екен. Теңсіздіктің бүтін шешімдерінің санын анықтаңыз деген сұраққа назар аударыңыздар. Екеуі бірдей негізде тұрған жоқ, бірдей негізге келтіріп аламыз. 10-ның x квадрат минус x минус 4 кіші 0,1 деген сөз, 10-ның минус 1 дәрежесі деген сөз. Оны мынау дәрежесіне көбейтіп жібересіздер. Енді екеуінің негіздері бірдей болды. Онда біз теңестіріп жаза аламыз. X квадрат минус x минус 4 кіші, жақшаны ашып жіберейін, минус 3. Барлығын бір жаққа жинайын. Минус x плюс 3x ол плюс 2x. Минус 4 плюс 3 ол минус 1-ге тең болады. Тең болады 0-ге. Дұрыс таптық па? Мына жерде 3 емес минус 1 ғой да, мен шатасып жаздым, кешіресіздер. Минус 1 плюс 1 сіздерде минус 1-ге тең болады. Минус 4 плюс 1 ол бізде минус 3-ге тең. Енді мынаны вет бойынша кіші болады 0-ден, вет бойынша түбірлерін тауып алып, интервалдармен есептеп жібересіздер, немесе дискриминантпен шығарсаңыздар болады. 3 пен 1-дің көбейтіндісі 3-ге тең болады. Қосқан кезде минус 2-ге тең болады, сонда таңбаны мына жерге қоямыз. Бізге керегі минус 3 және де 1. Таңбалар қандай болады? Плюс, минус, плюс. Бізге керегі минус аралықтар. Енді осы аралықта қандай сандар жатыр? Бүтін сандар. Минус 2 жатыр, минус 3-дің өзі кірмейді. Минус 1 жатыр, 0 жатыр. Онда неше түбірі бар екен бізде? 3 түбірі бар деп белгілеп қоясыздар. 15-ші сұрақ. Ең үлкен, ең кіші мәндерін табыңыздар дейді. Ол үшін бірінші туынды тауып аламыз. Мынадан туынды алатын болсаңыздар, 4 алдына түседі, 1 дәреже азайтатын болсаңыздар, x-дің кубы. Минус 4x-тен туынды алсақ, 4-ге тең. Осын 0-ге теңестіреміз.
кризистік нүктелерін тауып алуымыз керек. X куб минус 1 тең болады 0-ге. Сонда x-тің кубы минус 1 тең болады 0-ге. X-тің кубы тең болады 1-ге. X-іміз нешеге тең болады екен? 1-ге тең болады. Ол мынау аралықта жатыр. Яғни минус 1 мен 2-нің арасында жатыр. Сондықтан осы аралыққа кіргендіктен мынаның орнына, мынау функцияның орнына қоямыз. Көп оқушылар қателесіп, мынау туындының орнына қояды. Мынау берілген алғашқы берілген функцияның орнына қоясыздар. Так, біз нешені әкеп қоямыз? Минус 1-ді әкеп қоямыз. Сосын 1-ді әкеп қоясыздар. Сосын нешені әкеп қоямыз? 2-ні алып кеп қоямыз орнына. X-тің 4 дәрежесі, яғни минус 1-дің 4 дәрежесі, минус 4 көбейтілген минус 1. Мынада нешеге тең болады? Жауабы. Енді есептеп жіберейік. Мынау 1-ге тең болады. 5-ге тең болады. Мынаны қалғандарын есептеңіздер. 1-ді әкеп қоятын болсаңыздар, 1-дің 4 дәрежесі минус 4 көбейтілген 1. Ол бізде минус 3. Мына жерде 2-ні әкеп қоятын болсаңыздар, 2-нің 4 дәрежесі минус 4 көбейтілген 2. 16, 16-тан 4 азайтаңыздар, 8. Ол қандай жауапта тұр бізде? Комментарийға жазып қойыңыздар. Енді Б бөлімі сіздерде шығару жолын жазу керек есептер. Мынаны скрин жасап, өздеріңіз уақыттарыңыз болса шығарып көріп дайындалыңыздар, қандай есептер келеді. Мынау 2 балдық есеп. Анықталу облысы түбірден сіздерде 10 сан шығу керек. Жаңағы есеп сияқты логарифмнің қасиеттерін пайдаланасыздар. Бұл 3 балдық есеп екен. Мынау ықтималдыққа байланысты. 2 мергенінде нысанаға тигізу, 2 мергенінде скрин жасап алыңыздар да шығарып көріңіздер. Мендегі мақсат, енді ертең емтихан болғандықтан, бүгін қандай есептер келеді, соған байланысты көріп шығыңыздар жіберетін. Былтырғы келген есептер бір таныс болсын, ешқандай бір сіздер өтпеген тақырыптардан келмейді. Барлығы мына жерде график салу керек. Бір бірлік 10-ға, астыға 3 бірлік жылға кәдімгі көрсеткіштік функцияның графигін салуымыз керек. Теңдеуді шығару керек. Мынау аралықта жатқан түбірлерді табыңыздар дейді. Алдымен теңдеуді түрлендіріп шығарып аласыздар, сосын мынау аралықта қандай шешімдері жатыр, соларды жазып қоюларыңыз керек. Мынау функция берілген, туындысын табуларыңыз керек екен. Скрин жасап алып, сосын жанаманың теңдеуін жазуларыңыз керек екен. Мынау статистика элементтеріне байланысты дисперсияны табу керек. Осындай есептер болады. Енді жаңа бірнеше оқушылар жаратылыстану математика бағытына қандай есептер келеді, соны талдаңызшы дегеннен кейін уақыт бөліп қарастырып отырмын. Мен сіздерде ертең емтихан, сондықтан бір қарап шығыңыздар да жақсылап демалып, ертеңге шаршамай бір жақсы көңіл күймен, жақсы бір настроймен барсаңыздар, ешқандай бір төмен балл алмайсыздар деген ниеттемін. Енді бағанағы берген уәдемді орындайын деп жасап жатырмын бұл нұсқаларды. Сондықтан ертеңгі сізге емтиханға сәттілік. Тек қана бір қуанышты комментариймен бөлісіңіздер ертең. Жақсы, сау болыңыздар, емтиханда сәттілік сіздерге.